Ханс Кристиан Андерсен. Ұсқынсыз балапан. Баяғыда бір ауылда, көгілдір тоғанның жағасында бір үйрек ұя салып, жұмыртқа басып отырды. Ол балаларын асыға күтіп, әр жұмыртқаны шын көңілмен жылытты. Күндердің бір күні жұмыртқалар бірінен соң бірі жарыла бастады. Шиқ-шиқ етіп, сүйкімді балапандар шыға бастады. Ана үйрек қуанып: «Ой, қандай тәттілер! Қош келдіңдер, балапандарым!» Бірақ бір жұмыртқа жарыла қоймады. Ол басқаларға қарағанда үлкен еді. Анасы оны әрі қарай баса берді. Ақыры соңғы жұмыртқа да жарылып, ішінен басқа үйрек шықты. Түсі сұр, тұмсығы ұзын, аяғы тым үлкен. Еш қайсысына ұқсамайды. Басқа балапандар антан болып: «Бұл кім өзі? Қандай ұсқынсыз! Бізге ұқсамайды!» Анасы түсініксіз күйде. Шамасы жұмыртқаға қаз араласып кеткен шығар. Сол күнінен бастап сұр балапанға барлығы күле бастайды. Басқа үйректер: «Аузы қисық, фу! Қане, қалай жүзеді екен?» Ол не істесе де, бәрі оған күлетін. Үлкендер де, кішілер де жек көрді. Тіпті туған әпке інілері де оны итеріп, шетке шығаратын. Сұр үйрек іштей: «Неге мен осындаймын? Мен ешкімге ұнамаймын!» Бір күні ол бұл қорлыққа шыдай алмай, тоғаннан алыстап, бейтаныс жаққа кетіп қалды. Ол орманға тап болды. Жаңбыр жауды, боран соқты. Сұр балапан тоңып қалды. Кездескендер ешкім оны жылы қабылдамады. Бірде қаздар келді, бірде тауықтар мазақтады. «Қаз, сен біздің қатарда жүре алмайсың, кет бар!» Тауық: «Сені көргенше айналаға қарамай-ақ қояйын. Ко-ко-ко-ко-ко!» Балапан үндемей, бәріне төзеді. Қыста қатты суық болды. Ол қатып қала жаздады. Бірақ бір адам оны көтеріп, үйіне алып барып, тамағын беріп, құтқарып алды. Көктем келді, мұз еріп, күн жылынды. Сұр балапан өзенге қайта оралды. Ол судың бетіне қарап еді, көз алдында өз бейнесі көрінді. Сұр үйрек таңғалып: «Бұл мен бе?» Енді ол бұрынғыдай емес. Сұр, ұсқынсыз балапан жоқ. Оның орнында керемет, аппақ аққу тұр. Ол суды жарып жүзіп бара жатты. Аққулар тобы жақындап келді. Балапан сескеніп қалды. Аққу оған: «Сен бізге қосыл. Біз сені күтіп жүрдік». Кішкентай балалар жағада қарап тұрды. Балалар: «Қарашы, мынау ең сұлу аққу ғой!» «Вау!» Сұр балапан бір сәтке көзін жұмды да, жүрегі шаттыққа толды. Ол енді ешкімге жаман көрінбейтінін білді. Қорытындысы: бір кезде ұсқынсыз көрінген балапан шын мәнінде ең әдемі аққу болыпты. Жүрекпен көре біл. Әркімнің уақыты өз кезінде. Кейде ең керемет өзгеріс сабыр мен сенімнен басталады.